Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде жаңа туған сиырдың уызынан уыз көже дайындаймыз. Сіздерден бір ғана өтініш, видеоны соңына дейін қарап, алтындай уақыттарыңызды бөліп отырсаңыздар. Уыз көжені дайындау үшін бізге бір рет қана ішетін көже дайындаймыз. Оған бір кесе күріш қажет. Күрішімізді тазартып жуып алып, оны отқа қойып пісіріп аламыз. Піскен күрішімізді суы сәл көптеу болса, суын төгіп тастаңыздар. Суы аздау болса, сол суымен құя беріңіздер. Менде аздау болғандықтан мен сол суымен құйып жатырмын. Үлкендеу ыдысқа құйып алып, оның үстінен уызымызды құямыз. Бұл менде қыстан сақталған уыз. Мен осы уызды морозилкаға қойып сақтап қойғам. Сол уызды қазір құйып, осыдан уыз көже жасаймыз. Осы піскен күріштің үстіне 1,5 литрдай уызды құйып, астан араластыра отырып пісіріп аламыз. Уызды құйғаннан кейін дәміне қарата тұзын салып, араластыра отырып қайнатамыз. Менде уыз көжем қайнап, уже қоюлана бастады. Сіздер соға дейін қайнатасыздар. Бұл уыздан көбінесе оңтүстіктікілер уыз көжені көп жасайды. Сиыр туса болды, осы уыздан уыз көже жасап, бір-бірін қонаққа шақырады. Ал Жамбыл облысындағылар уыздан қайнатып сыр жасайды. Келесі видеода осы уыздан жасалған сырды да бөлісетін боламын сіздермен. Ал сіздер жақта уыздан не жасайды? Комментарийға бөлісе отырыңыздар. Сіздердің де рецептеріңізбен дайындап көрейін. Уыз көже қоюланғаннан кейін осындай қою болады. Бұны балаларға каша ретінде де берсеңіздер, өте тоқ болып жүреді балалар. Видеом сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеле отырыңыздар.